Амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің. Ай, өтеді зымырай, жалған өмір ай. Жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұлғалай қалай. Өтіп өмір жалғанай, әуресіне салғанай, салғанай. Амал бар ма өмір осылай, көнесің, тағдырыңа ересің. Ай, онда көрген жоқ көптен. Рахмет, осылай шақырып бәріміз басымыз қосып отқаныңа. Қош келбас. Аман бол тек. Сен бізге қай жерде болсаң тәпірқұм болып жүре бересің. Аман бол. Жүзге келсең де тәпірқұйсың ғой бізге. Енді бір түйіріміз келмей қалды, ол ораз ұставады. Қазір қол тиратсам бір кешке қарай ма түстен кейін соғып кетемін деді Ғабит. Сол енді аман болайық бәріміз. Әуелі деген құтты орындарың болсын, жақсы үйлерің жақсы жерде салынған екен. Бүгін енді күләшті еске аламыз деп жиналып отырық. Енді жатқан жер жар, иман жолдасы болсын. Бәріміз бірге оқыдық, 4-ші жаста келді ғой бізге. Қыстан аман шығуларыңызбен бәріңіздің де. Енді мына Талиғат, Нұржамал, біріншіден қайырлы қоныстарың болсын. Көрші өтіріп дейтін бірінші рет келіп едім қонаққа. Дастархан байлығын, елдеріңіз саулығын берсін, аман болыңдар. Құдай енді бәріміздің басымызды қосып, кластасымыз Күләш марқұмды еске алып, садақа беріп жатсын, садақаларың қабыл болсын. Марқұм Күләштің жатқан жері жайлы болсын, топырағы тұрқа болсын дейміз. Артында алған ұрпақтары аман болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Енді бәріңізді де көргеніме өте қуаныштымын. Қалып жатырмыз, құрметтеріңіздің Алладан қайтсын, садақа қабыл болсын. Мына қыздарым Шегінер Рақымның айтқаны бар. Еттің ащылығын тұздан көрдім, жердің тайғанақтығын мұздан көрдім. Жас кезімде қыз бала деп менсінбеушім, қартайғанда жақсылықты қыздан көрдім деп. Мынау енді жиенді боласыңдар, жиендерінің бауы берік болсын, ұрпақтары жайыла берсін дейміз. Жиен ел болмас, жерге ас болмас деген. Жиен неге ел болмайды? Малды болса, жерге неге ас болмайды? Майлы болсын, байлы болсын дейміз. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Әрқашанда осылақ дастархан басында аман есен кездесіп жатсын. Мына жерде дейтін, бұрын көрмеген Клараны, Сәулені көптен көрген жоқпын. Азиздің жолдасы Гүлнар. Енді Клараның сіңлісімен дейтін бізде көбіне қонақтықта болып жүрдік. Кім Мәлік деген мен марқұм курстасым бар еді. Соның класстасының жолдасы ғой. Сағынның. Енді бәрімізге еске түсіп дейтін соны есімізге алып, өткен жағдайдың бәрін дейтін орағытып, шолып шықтық. Әлі де осылай кездесіп жатсын. Мынау дейтін енді соғымнан ауыз тигізіп жатсын. Соғымда ол дейтін бір қазақтың 4 үлкен мейрамының бірі дейді. Ең бірінші үлкен мейрам ол мына Наурыз мейрамы. Содан кейін ораза айт, құрбан айт, үшеу, соғым мейрамы деп 4-ші қазақтың мейрамы үлкен болып саналады. Соғымдарым сүйкімді болсын, игіліктеріңе болсын. Біздер де ауыз тиіп қалып жатыр. Рахмет көп-көп. Өте қуаныштымын, осылай бәріңізді көріп. Бауыр бүтін адам жоқ қой, бәрімізде де былай қарағанда. Жолдасымыз да 44 жасқа толып кетіп жатыр.
көбі бір үйде бауыр бүтін адам жоқ, бәрі де енді. Бәріңізге де көрмеген кісілер болса көңіл айтамын. Енді артында қалған ұл қыздары бар. Орны қалған оңалар дейді. Мына 4 қызында жан-жақта орналасып, енді өрісі кеңіп жатыр ғой, енді өрісін кеңіп жатыр, жағынан болсын. Енді солардың қызығын көріңіз. Енді өлі жебемей, тірі байымайды дейді. Енді артынан Құран оқытып, әрқашанда садақаларын беріп отырасын. Алла разы болсын. Енді осындай биыл енді осындай Рамазан айына келіп жатыр. Қабыл болсын бәріңізге. Ауылдан үйлерінен келген кезі ғой енді сонда. Күләш лапшаның жанына каштен шығарып қояды. Анау су көріп қояды. Общепит деген тәрбие. Сол шапшаң бірақ деген шаштарын бірде қылып өріп. Құмырлары қысқа болды. Деген жаңа Бержанның жолдасы, Аманның жолдасы Орақ. Ғазиз. Сайынның жолдасы Ғазиз. Мен мына қыздар неге төменде қалып қойған, кішкене жоғарғанда шығармадыңдар. Соны айтсам жаңағы. Жаңа класстастарымыз жоқ. Келіндерді бәрі сыртта отырған. Олай өздері ал енді Нара отырыңыз. Қызымызда Мәрияммен бірдер еске алып Талиғат Нұржамал екеуің аман отырыңдар, Кәпүкті деген құда дейтінім деген Қазбек менің жездем болды ғой. Абысындарың енді үндемейді болған мен. Оған мен ават емеспін. Өзімдікі деген менің ішім білсін деп отырмайым, сайрап отырам. Амандықта қалған жерде аман отырыңдар, қыздарының қызығын көріңдер. Күләш енді аманаттап тастап кеткен болар бәріңе. Сол қалған жерде сол балалардың деген қызығын көруге нәсіп етсін. Жиеншар сүйіп өссендерге деген не айтайын, енді мен өзім шөбере жиеншар сүйіп отырмын.